Ассалаумағалейкум, ардақты өнерсүйер ағайын. Қадірменді ханымдар мен мырзалар. Армысыздар, құрметті қонақтар мен мектеп түлектері және ата-аналар. Сіздердің тыңдағандарыңыз Түркештің күйі көңіл ашар. Орындаған Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған Республикалық қазақ мамандырылған музыка мектеп интернатының халық аспаптар оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және дирижері, халықаралық конкурстардың лауреаты Әбілхайырхан Бейсеков. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен биылғы жыл балалар жыл деп жарияланды. Осыған орай Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған Республикалық қазақ мамандандырылған музыка мектеп интернаты оқушыларының және Алатау дәстүрлі өнер театрының ұйымдастыруымен өткелі отырған концертке қош келдіңіздер. Ахмет Қуанұлы Жұбанов 1964 жылы еліміздің түпкір-түпкірін аралап жүріп, қарапайым қазақ отбасыларында өсіп жатқан өнерге құштар жас талантты ауыл балаларын кәсіби тұрғыда еуропалық музыка аспаптарының баулауына мақсатына арнайы музыкалық мектеп интернатын ашты. 60 жылға жуық уақыттан бері мектеп қабырғасынан түлеп ұшқан шәкірттер бүгінде еліміздің барлық өнер білім ошақтарында қызмет етіп, республикамыздың мәдениет саласын дамытуға зор үлестерін қосып келеді. Ал мектеп оқушылар болса, республикалық, халықаралық байқауларда мемлекетіміздің мәртебесін асқақтатып, елімізде талантты өнер шеберлерінің бар екендігін үнемі дәлелдеп етеді. Сахнада 2021 жылы Уфада өткен ЗОФ Уралы халықаралық конкурсының гран-при иегері, 2017 жылы және 2022 жылы Ташкент қаласында өткен халықаралық Навруз садолары халықаралық конкурсының гран-при иегері мектептің халық аспаптары оркестрі. Ахмет Жұбанов би күйі орындайтын оркестр. Оркестрдің дирижері халықаралық байқаулардың лауреаты Әбілхайырхан Бейсеков.
Ермұрат Үсенов, Шыңырау құс. Арман Жайым, Тайшық ханның қуаныш биі.
Қуат Шілдебаев, Алдар Көсе. Орындайтындар мектебіміздің ұлдар хоры. Жетекшісі Айнұр Адилова, концертмейстер Ағыркем Тілеуберді қызы. Евгений Брусиловский, Дударай. Сахнада мектебіміздің симфониялық оркестрі. Жеке орындауда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Тасмухан Исенов. Оркестрдің дирижері әрі көркемдік жетекшісі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Гүлмира Буенбаева.
Иоганнес Брамс, нөмір 6 венгер биі, дирижер, мәдениет саласының үздігі Мұса Керімбаев. Қазақ әндерінен попури, өңдеген Ғани Балтаева, орындайтындар Қарлығаш кіші прима қобызшылар ансамблі, жетекшісі Гүлназ Булаева, концертмейстері Хадиша Тілеулина.
Ермұрат Үсенов, Кербес Сұлу, Нұрғисат Лендиев, Әл-Қиса. Орындайтындар, халықаралық Навруз садылары байқауының лауреаттары Асыл Мұра домбырашылар ансамблі. Жетекшісі, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Мақсұтхан Ташымов.
Жоламан Тұрсынбаев, Ақ жаңбыр. Орындайтындар мектептің қыздар хоры. Жетекшісі Әсел Бақберсін. Концертмейстер Шынар Қоқыбасова. Париж тангосы. Да.
француз әуендерінен попури, өңдеген Ғайни Болтаева және Григора Жденику Мартовский хоровод. Орындайтындар мектептің скрипка және виолончелистер ансамблі. Ансамбльдің жетекшілері мәдениет саласының үздіктері Жанат Набиева және Нұрлан Бекназаров. Концертмейстер мәдениет қайраткері Гүлнар Рысдәулетова.
Қазіргі ғалымдар қазақтың қобызын біз білетін скрипка, альт, виолончельдердің атасы деген болжамдар келтіруде. Шынында қазақтың қобызын күңіренткен абыз Қорқыт осыдан 1100 жылдан астам уақыт бұрын өмір сүрген дейді. Ол заманда Еуропада скрипканың пайда болмағаны ақиқат. Ендеше қоңыржай қыл қобызшылар және жез-киік прима қобызшылар ансамбльдерінің орындауында ықыластың жез-киік күйін қабыл алыңыздар. Жетекшілері мәдениет саласының үздігі Төрехан Карибаев және Мақпал Манасбаева. Серік Абдинуров, бәйтерек, концертмейстері Дана Росельбаева.
қазақ музыкасын зерттеуші, көрнекті ғалым, композитор, дирижер, Қазақстанның халық әртісі академик Ахмет Жұбанов музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, әр дәуірдегі қоғамдық өмірдің түрлі құбылыстарын дұрыс түсінуге көмектеседі деп айтқан болатын. Баланың жаны жауһар тасы секілді, жан жағына жарқ-жұрқ етіп, шұғыласын шашып тұрады. Ол балауыз сияқты нәзік, кез келген пішінге ендіруге болады. Оның жүрегіне не тұқымын тастасаң, сол өсіп шығады. Ендеше ұлттың басты құндылықтарын арқалап, аманаттап, насихаттап жүрген өнер иелері де еліміздің аса құрметті, сыйлы, құнды азаматтарына айналуы қажет. Сіздердің алдарыңызда қасиетті қара шаңырақ Ахмет Жұбанов атындағы мектептің мақтанышына айналған халықаралық байқаулардың лауреаты Giovanni Talenti камералық оркестрі. Безі Щедрин, Кармен Сюита, Тореро және би бөлімдері. Жетекшісі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Гүлмира Бұйынбаева.
Пабло Сарасате, Наварра. Солистер, халықаралық байқаулардың лауреаттары Пана Аққамар және Жүсіп Аруай. Дирижер Мұса Керімбаев.
Домбыра қоңыр үнін тыңдаңыздар. Күйімде қатал тарих салған сыз бар. Астарлап айшықтаған әуенінде сан ғасыр бабалардан қалған із бар. Жан төренің күйі шалқыма. Орындайтын халықаралық байқаулардың лауреаттары Нұрдәулет Әбдіқадыров, Өтесін Пазылбеков, Саят Нұрәли.
Алдарыңызда Джу-бенд және Биг-бенд жаз оркестрлері. Көркемдік жетекшісі әрі дирижері Нұрболсын Төлеухан. Артуру Сандавал, Фанки Чача, соло Салихов Асанали, труба. Саджан Шаменов, Сапар, орындайтын Джу-бенд.
Труба, соло, Асанали Салихов. Барабан, соло, Асылжан Бақытжанұлы. Стиви Уандер, Сирдюк және I Wish әндері, орындайтын джубенд және биг бенд джаз оркестрлері, солистер Ақерке Қанатқызы, Айханым Ерғали, Тамирис Қайратқызы және Камила Русланқызы. We all understand, with an equal opportunity for all the same things, clap their hands. And just because a record has a groove, don't make it in the group. Cause you can tell right here when let your aim when the people start to move. Was a little nappy boy. And my only worry was for Christmas, what for me, my toy. Even though sometimes what I get a thing, we were happy with it, just as I'm free. Make it out the back door, and I will go to the bed of mine. But I told you not to go outside. Try your best.
Mama gives you money for Sunday school. You cheat us for candy after Johnny Brew. Looking favorite and writing something nasty on the wall. You nasty boy. Since you said it to the principles of peace down the hall. You rather than anything is right. While I was doing it, shut up all inside. Always Sundays, girl, come back this month. Friday Sundays, yeah, friend, I do go. Always Sundays, girl, come back this month. Friday Sundays, yeah, friend, I do go. Till I love you soon. Do 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 do. Do 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 do. Woo! Жұбанов мектебі қазақ өнері мен мәдениетіне көптеген таланттарды дайындап, қанатын қатайтып қияға ұшырды. Ол күнде Қазақстанның ғана емес, әлем өнер ордаларының көпшілігінде осы мектептің түлектері абыройлы еңбек етіп келеді. Қазақ елінде де барлық дерлік филармониялар мен оркестрлерде, музыкалық білім ордаларында жемісті еңбек етіп келеді. Мектеп түлектері Роза Бағланова атындағы Қазақконцерт ұйымының директоры Ақтоты Райымқұлова, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ректоры Арман Жүдебаев, сондай-ақ Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Дүйсен Үкібай, Бейімбет Демеуов, Бейбіт Дәлденбаев, Толқын Забирова, Мұрат Бейсенғалиев, Әлқуат Қазақбаев, Ернар Мыңтаев, Арман Дүйсенов, Асылбек Еңсепов, Ерлан Рысқали, Нұркен Әшіров сияқты тағы басқа көптеген түлектері бұл күнде тек мектеп мақтанышы ғана емес, күллі қазақ халқының мақтанышына айналды. Олай болса, мектеп директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұркен Нұрғалиұлы Әшіровті сахна төріне шақырамыз. Ассаламағалейкум, қадірлі өнерсүйер қауым, қадірлі ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Болат қайнауда шынығат, батыр майданда шынығат дейді. Біздің өнерпаздар осы байқауда шынығат, сөйтіп шынығып, өздерінің өнерлері әбден толысқан кезінде осылай сахнаға алып шығады. Өздеріңізге қарай. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады, су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады деген. Мінекей осы асыл тастай алтын ұл қыздарымыз су түбінде жата бермесін деп, осылай толқытып, өздеріңіздің алдарыңызға алып шығып атқан жайымыз бар. Әр қайсысы сен тұр, мен атайын деген өздеріңіз көргендей балалар. Мектепте 500-ге жуық оқушы бар. Әр қайсысын жеке-жеке ойнататын болсақ, енді таңды таңға, айды айға асыруға болады. Бірақ бір жерде бүгінгі концерт бәрін біріктіріп, ұжым болып, бірлікпен істеген іс қандай болатын көрсетіп болды мақсатымыз. Барлық оркестрлерді, барлық ансамбльдерді өздеріңіз шамамен
көріп шықтыңыздар. Бәрі, былайша айтқанда, республикалық деңгейде, үлкен деңгейде өнер көрсетуге шамасы бар. Академиялық коллективтерден кем емес, үлкен ұжым десек болады. Осылардың бәрін, осындай балаларды баптап, дайындап, сіздердің алдарыңызға шығарып отырған біздің мектептің алтындай асыл ұстаздарына тағы да бір рахмет айтқым келеді, алғыс айтамын. Баршаңыздың жұмыстарыңыз табысты болсын, мақтан тұтар шәкірттеріңіз көп болсын. Бұл өнерді меңгерген бала жаны ізгілікке, жақсылыққа құмар болады. Осындай асыл ұлдарды тәрбиелеп өсіріп отқан осындай ата-аналарымыз бар, ұстаздарымыз бар. Сіздер бақыттысыздар деп ойлаймын. Біздер қазақ елінің ертеңгі жарқын болашағының нағыз рухани мықты болу үшін соған тәрбиелейтін нағыз ұлдардың ұстазсыздар. Сіздер бақыттысыздар деп білем. Енді осы концертті ұйымдастырып отқан біздің әрине мектептің барша осы ұйымдастыру алқасы және де осы залды, осындай әсем залды өздеріңізге ұсынып, тегін беріп отырған Алматы қаласы мәдениет басқармасы Алатау дәстүрлі өнер орталығы директоры Ринат Рифқатұлы Зайтов мырзаға үлкен алғысымды білдірем. Ринат Рифқатұлы, сізді ортаға шақырсақ. Биыл президент жарлығымен балалар жылы деп жариялаған естеріңізде болар. Сол балалар жылының үлкен бір нүктесі осымен қойылып отқан сияқты біздің балалардың концертінде. Мектебіміздің атынан бір кішігірім орамал тон болмайды, жол болады дейді. Алғысымызды білдіре отырып, мұнда алғыс хатымызбен мектептің турасында кітабымыз бар. Жаңағы мектептің энциклопедиялық жинағы, соны тартып өтуге рұқсат етіңіздер. Яке өзіңізге бір көп рахмет. Біз қашанда осы кәсіби өнерпаздардың жүретін жері осындай үлкен сахна екенін кейде ұмытып кетеміз. Жаңа өздеріңіз естіп жатсыздар, бұл балалар бірнеше халықаралық сахнаны бағындырған, әлемдік деңгейде өнер көрсетіп жүрген балалар. Оларды неге біздің өзіміздің қазақтың сахнасында көрмеске, неге біз олардың өнерін тамашаламаймыз? Ел болам десең бесігің түзе десе, қазақ өнерінің алтын бесігі Ахмет Жұбанов атындағы мемлекеттік мамандандырылған мектеп-интернат жасай берсін. Осы орайда біздің концертімізге тағы да енді көптеген әріптестеріміз, қонақтарымыз келіп отыр. Ерекше бір атап өткім келетіні, біздің мектептің алғаш негізін қалап, көптеген қайраткерлердің ұшуына себепкер болған ардагер ұстаздарымыз, бүгінде 80 сеңгіріне шыққан Кәусәрі Жаңбырқызы, Жания Сұрағанқызы сынды біздің асыл ұстаздарымыз отыр ортамызда. Доғол шапалақпен құрмет білдіріп қояйық. Сол міне алтын ұстаздарымызға кішігірім жаңағы айтқандай орамал тон болмай жол болады деп бір кішігірім сыйлықтарымызды беріп табыс етуге рұқсат етіңіздер. Және концертіміз ары қарай соңғы номерлеріне кезек береміз. Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай, сахнада халықаралық конкурстардың лауреаты, мектептің үрмелі аспаптар оркестрі, оркестрдің дирижері, мәдениет саласының үздігі Мұрат Бесенғалиев.
Юрий Саульский, Марат Солистов.
Еркін Ынтықбаев, қазақ елі, орындайтындар 7-ші сынып оқушысы Құмарғали Айя және халықаралық конкурстардың лауреаты Толғанай Пазылақын. Қазағым, сенсің қазақ, ол елім, дүрсілдеп сен деп соққан жүрегім. Мақтанам, қазағым, мақтанышым, тәуелсіздік таңы атқан үшін. Қазағым, сенсің тауым, асқарым, самғасан сенсің ұшар аспаным. Жұлдыздай аман, күні аман, туған жерім сенсіз ұлы анам. Қазақ жері бол Қазақстан, жаса мәңгі бір Қазақстан. Келешекке туған елім менің, ұлы беріп бір Қазақстан. Үрмек үшін сенен басқа жер жоқ, жер бетінде сенен басқа ел жоқ. Арманым, тағдырым қазақ жері, әнұраным, туым қазақ елі. Қазақ жері бұл Қазақстан, жаса мәңгі гүл Қазақстан. Келешекте туған елім менің, қолым беріп тұр Қазақстан. Қазағым туып өскен мекенім, қастерлеп сені мәңгі өлемін. Туымда даламда қазақ жері, жаса мәңгі қазақ елі. Қазақ жері бол Қазақстан, жаса мәңгі гүл Қазақстан. Келешекке туған елім менің, ұлым беріп тұр Қазақстан. Қазақ елі бұл Қазақстан, жаса мәңгі гүл Қазақстан. Келешекке туған елім менің, біз баламыз туып өскен. Қадірменді қонақтар, Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыка мектеп-интернаты оқушыларының концерті өз мәресіне жетті. Құрметті достар, мектебіміздің ардагер ұстазы, құрметті қызметкері және сұраған қызының өлеңін оқып беруге рұқсат етіңіз. Көз тойып, көріп тұрмыз жас өренді, бойларыңа сіңірген хас өнерді. Ахмет Жұбановтың рухы шалқып, әс халқы қуанышқа бір кеңелді. Ұрпағың міне осындай армандаған, жан қалмады бұларға таң қалмаған. Тамсантып, табыранып бар әлемді, алда талай шыңдарға басар қадам. Нұркендей саңылақтың қарауыңда, лаулаған өнердің оталауында, балалар бақытты ғой жолы даңғыл, жаңарған Қазақстан заманында. Бүгіндей салтанат болып тұрсын,
бақ дәулет бастарыңа қонып тұрсын. Қандай сынақ болса да алдарында, тұлпардай қатарынан озып тұрсын. Мусина Жәния Сұраған қызы, 1 желтоқсан 2022 жыл. Құрметті достар, концерттің өтуіне қолдау танытқаны үшін Алатау дәстүрлі өнер театрының директоры Ринат Рифхатұлы Заитов мырзаға зор алғысымызды айтамыз. Егеменді еліміздің аспанында ән мен күй қалықтап, тұғырлы елдің тәуелсіздігі баянды болғай. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар ағайын.